Так, құрметті Қытай тілін үйренушілер, өткен жолы мен сіздерге Қытай тілінің пиенін, сосын тон белгілерін, сосын жазылу тәсілдері, тәсіл болғанда соның 27 таяқшасын өтіп бергем. Енді біз бүгіннен бастап Қытай тілінің кәдімгідей иероглифте жазылуын, сосын қалай айтылатынын, одан ары қарай Қытай тілінің сөздерін, жеке-жеке иероглифтерді біріне-бірін құрастырып, сөз, сөйлем шығарамыз. Осыдан бастап, бүгіннен бастап, енді кәдімгідей иероглифтерге түсеміз. Мен оны сіздерге кәдімгідей жазылуын бір рет көрсетіп берем. Оны сіздер өздеріңіз экранды үлкейту арқылы өздеріңіз түсініп аласыздар, көріп, керек деген кісілер иероглифті жазуын, онымен қатар айтылуын, сосын мағынасын, сөйлем, сөз қалай қолдану керек, содан бастап қазір бастаймын. Енді біз күні 27 түрлі таяқшасын үйренгенбіз. Енді мен осы 27 түрлі таяқшамен 10-ға дейінгі санды қалай жазамыз, қалай айтамыз. Мен бүгін сіздерге соны түсіндіріп беремін. Одан ары қарай жеңіл-жеңіл сөздерді айта кетемін. Қазір мен сіздерге енді осы сандарды жазып беремін. Біріншісі, бір деген цифрды біз и деп атамыз. Бір. Бір дегенде и дейміз. Енді иероглифте бұның жазылуы, мен басында сіздерге алдында 27 түрлі таяқшаны айттым ғой. Соның ішіндегі бір таяқша. Хың деген таяқшамен и деген сан шығады. Екі. Ор. Хың. Хың. Бұның жазылуы хың, үстіндегі таяқшасы кішірек, астындағы хыңы үлкенірек. Үш дегенді сән, үстінгісі үлкен, одан кішірек, одан кейінгісі үлкенірек. Сән, хың, сән, хың, хың, хың. Төрт деген цифрды біз с тон белгісін, алдындағы өткен тон белгісінде кішкене бір естеріңізге түсіре отырыңыздар. Хың, и, ар, сән, с. Шу, хың, жығу, пе, шу, жы, хың, бұл с. Төртінші тонмен айтылады. С. Бес дегенді у, үшінші тонмен. Дауыссыз дыбыстағы у, дауысты дыбыстағы у, екеуі қосылып у, үшінші тонмен айтамыз. У дегеніміз бес. Хың, шу, хың, жы, хың, у. Алты дегенді леу. Леу. Мен жерде мынау негізі үй болу керек, төшкі. Тон белгісі қойылған жағдайда, мен жерде идің төшкісі мен үйдің төшкісі түсіп қалады. Леу, ден, хың, пе, на. Ден, хың, пе, или ден, пе, на. Ал, енді біз жеті, чи, ти, шоу, вангу. Сегіз, ба. Ба дегеніміз бірінші тонмен. Пе, на. Есімізде болсын. Мына жерде баны жазған кезде пе мен наның ортасында кішкене аралық болады. Пе, на. Тоғыз дегенді жеу, үшінші тонмен. Жеу, пе, хың, жы, вангу. Пе, хың, жы, вангу. Бұл тоғыз. Енді 10 деген санды мен жерге жазылайын. Ш, екінші тонмен. Ш, кәдімгі қосу белгісі сияқты, плюс белгісі сияқты.
흥, шу. бұл ш, он деген сан, иә, 10. Біз бұны қалай оқимыз? Қазір мен сіздерге оқылуын айтып берейін, иә? И, ар, сан, сы, у, леу, чи, 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 ба, жоу, шы, и, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы. Я бұны көп жазып, көп сөйлейтін болсаңыздар, тез айтуға болады, я? И, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы. Айтуға, я? Тезірек. Тағы бір рет оқып шығайық, я? И, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы. Я? Шы дегеніміз хан, шу. Екеуінен ғана қосылады, е? Бірінші хан жазамыз, сосын шу жазамыз, е? Енді біз осылардан қараймыз, е? Бұның барлығының жазылу тәсілдеріне қараймыз, е? Жазылу тәсілдері бар екен. Мысалы, біз қазақ тілінің әрібін жазу үшін біз қалай істейміз? Сол жақтан оңға қарай жазамыз. Сосын кейін әріптерді біріне бірін қосып, жалғап жазамыз. Ал Қытай тілінің енді осы әріптерін жазудың 7-8 түрлі тәсілдері болады. Мен қазір сіздерге тағы соны қосымша көрсетемін. Алдымен тағы бір мынаны оқып кетейік. Айтылуы 1, и, 2, ар, 3, сан, 4, сы, 5, у, 6, леу, 7, чи, 8, ба, 9, жоу, 10, шы, и, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы. Бұл 10 саны, я 10-ға дейін. Біз Қытай тілінің осы 10 цифрын білсек, ары қарай Қытай тілінің сандарын санау қиын емес. Біз мына 10 санына мына санды қоса береміз. Кейінірек үйренеміз оны. Мысалы, шы 11, шы и, шы ар, шы сан, шы сы, шы у, шы леу, шы чи, шы ба, шы жоу. Бұл 19-ға дейін болды. Енді қазір тағы бір санап шығайық. И, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы. Бұл 10. Шы и 11, шы ар 12, шы сан 13, шы сы 14, шы у 15, шы леу 16, шы чи 17, шы ба 18, шы жоу 19. И, ар, сан, сы, у, леу, чи, ба, жоу, шы, шы и, шы ар, шы сан, шы сы, шы у,
16、17、18、19, 19ға дейін, иә? Қазір қайтадан 10-ға дейінгі санды мен иероглифпен қарап жазамыз, иә? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, бұл 19, е? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, бұл 19. 20. Біз қалай айтамыз? Енді біз бағана 1-ді и 10-ды ш дедік те, 11-ді алдымен 10 алдыға кетті де, 1 соңына кетті, е? Ш, и. Енді біз 20 дегенді ар мен ш алдыға ар, одан кейін ш. 2, 0 деген сөз, е? 10. Ар, ш. Енді осылай айтамыз. Ар, ш. 20. 20. Ар, ш. Ар, ш. Бұл 20. И, ар, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ар, ш. 20, е? Сәлем, достар, менің атым Мадина. Мен Бейжің қаласында Ленхадаси университетінің студентімін. Мен осы Бейжің қаласына келердің алдында Назгүл Кокешевнаның Қытай тілі курсына қатыстым. Ол курста біз Үрімші және Шанхай қалаларына барып, практика өттік. Осы Пекинге түсуіме маған Назгүл Кокешевна өте көп көмектесті. Ол менімен бірге осы Бейжің қаласына келіп, университетке регистрация жасатты. Сондықтан сіздер осы Назгүл Кокешевнаға тіл курстарына баруына мен кеңес беремін.